Сәлем достар. Еркетік арнасына қош келдіңіздер. Еркетік арнасында сіздерге мен бір видео түсірейін деп шештім. Ол видеоның аты бізде егіздер деп аталады. Яғни егіздер ол өте керемет, иә? Сол себепті менің арнамда болмаған видео егіздер болып табылады. Сол себепті мен бүгін егіздер деген видеоны түсіремін. Видео бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Яғни, менің атым Еркен Наз емес, және де Назерке емес, және де менің атыма ұқсастырып қана қойған есімдер. Ал видеоны көп созбай бастаймыз. Яғни, бұлар студент, өздері бөлек тұрады. Бұл Назеркенің комнатасы, ал мынау Еркеназдың комнатасы. Яғни ұйықтайды. Азан болған соң 9:30. Қанша болыпты сағат? Телефонымды қарап жіберейін. 9:30 болыпты. Күн деген өте дем болып тұр. Сол себепті бүгін воскресенье болғандықтан мен бүгін әпкеммен, яғни Назеркемен неге барайын шопингке. Әйтпесе менде киім жоқ. Мынадан басқа нені вообще-то аударский. Короче, маған ұнамайды бұл киім. Сол себепті ертең сабақ болғандықтан мен ертең сабаққа дайындалайын. Ура, наконец-то! Уже осы апта 3-ші тоқсан бітеді. Бізде неде де жақсы, университетте де жақсы болады ғой. Сотқа көріп отыра береміз. Барып әпкемді өтіп келейін. Әпке. Назерке, әпке. Не болды? Просто тұрайық, яғни бүгін күн өте жылы болып тұр, және де шопингке барайық. Шопинг? Давайте барайық екеуміз. Жарайды. Қанша болды сағат? 9:30 болды. Онда тамақ ішіп алып, шопингке шығайық. Қазір мен тамақ дайындап берем. Дауа деген өте күшті болып тұр ғой. Блин. Красота. Мен тамақ дайындайын. Тамақ жоқ екен. Тамақ жоқ. Не істеймін? Онда барып тамақ алып келейін. Әпке, ау не болды? Просто үйде тамақ жоқ екен, сол себепті. Біз кеше ғана осы жерге көшіп келіп едік. Біз тамақ алмаппыз ғой. Онда сен барып келші, мен барым келмей тұр. Просто, не хочу просто. Жоқ, мен барым келмейді. Жоқ, сен барасың. Жоқ, мен бармаймын. Еркеназ, тіліңді ал. Мен сенің әпкеммін. Ничего страшно, 1 сағат. Мен сенің әпкеммін, давайте, бар. Ну ладно. Күн қатты ыстық болып тұрғаннан кейін, шляпаны киім бе жоқ қойшы, жараспай қалады екен. Мейлі. Стойте, мен қазір немді алып келейін. Міне. Ала салайын, үйге продуктор алып келейін. Мен деген не істеймін? Конечно, шай қоя берейін, я. Блин, бізде не жоқ екен ғой, печ. Енді қайда қыстамын? Бар. Нарықты тұреді ғой. Енді мұна жерге қойып ыстайын. Магазинер қайда екен, вообще-то. Мына жерде жоқ сияқты. Мына жерде де жоқ. Блин, қай жақта бар магазин? Міне тұр. Біздің үй жақтағы магазин.
жабылып қалыпты. Енді осыған келу мәжбүр болдым. Өте алыс біздің үйге. Не алсам екен? Яғни, 2 нан алайын. Пончик алғым келіп тұр. Бірақ оны істеу керек. Сол себепті алмай қояйын. Кофе ала салайын. Мынандай сары дәмімен осындай нені ала салайын. Бірінші мынаған заттарды салып алайын. Мына кісілер маған кедергі болып тұр. Мынаны алсам алынбайды. Мейлі. Мына сокты алғым келіп тұр. Мынандай клубника дәмімен и мына дәмімен алайын. Содан соң бір торт алайын. Тортты қатты жақсы көремін. Фруткалар алайын. Уже чипсы міне 2 чипсы салайын. Мынандай 2 не алайын. Лапша. Оштардан мен мындай қияр алайын. Содан кейін қызанақ. Картошка 2 штук алайын. Мен қатты жақсы көретін ол банан. Яғни мына түрін алайын. Өте күшті. И мандарин алғым келіп тұр. Ананас ала салайын. Ананас болмайды екен. Болған сияқтымын. Барып енді ақшасын төлейін. $5.000. Болды, төледім. Болды, енді үйге барайын. Міне, үйге қалдым. Міне, әп келдім. Ол жақсы болды. Қанша теңге шықты? $5.000. Масқара. Енді қазіргі кезде $5.000 түк емес. Кім звондап жатыр? Мынау кім тағы? Мынау қай бала? Ну ладно. Кете салайын. Менікі неге қосып тұр? Болды. Мен шай қойдым. Давайте, енді орналастырайын. О, менің сүйікті кофемді алыпсың. Фруткалар алдым и қазірге жегенге торт алып алдым. Ой, молодец, тортты мен де жегім кеп жүрген. 3 коктейль сияқты. Ой, 2 коктейль, 2 сок алдым. Апельсиновый. 2 нан алдым, міне. Мына картинканы төбеге қоя салайын. Міне болды шайды. Кел, екеуміз ішіп алайық. Кел, екеуміз жеп алайық. Шайымызды ішіп, тортымызды ішіп алайық. Айтпақшы, әпке бағана сізге біреу звондап жатқан. Кім звондап жатыр екен? Білмеймін. Просто жездем сияқты. Жоқ. Онда айтпа. Просто әшейін бір бала звондады. Яғни оны ешкім білмесін. Жарайды. Мен болдым. Сіз жинай салыңыз. Жоқ. Кім? Еркенас, бергел, сен жинайсың. Мен жинамаймын. Неге мен күніге жинай бередім? Өйткені сен несің? Кішкентайсың. Мен кішкентай болсам не болыпты? Өйткені әпкенді тыңда дедім ғой. Не музыка айтады вообще-то.
нем әпке болады. Мен кеттім, дайындаламын шығуға. Қазір мынауын жинала берейін. Қазір бірінші. Блин, оқимын да ғана осы. Мейлі. Назаттарымды сабылайын. Телефонымды тоже. Болды. Дайынмын. Наконец-то болды мынаны. Шығарса да орнына қойып керек қой. Болдық па? Кеттік па? Иә, кеттік. Мына есік жауапқа дейін. Кеттік. Міне келіп қалдық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Не аламыз екеуміз? Мен мынандайды хочу болып тұр просто. Мына киіп көрейін. Сен не киіп көресің? Маған қаранда мынандай әдемі ғой просто. Маған көйлек ұнамайды, мынаны аламын. Болды. Осын киіп көрем. Ал мен мынандайды, сосын мынандайды, мынаны алғым келеді. Жоқ, мынаны. То есть мынаны. Да. Болды. Осы төрт киімді алсам болады. Мынаны қара өте деймін, иә? Иә. Мынау ше өте деймін. Мынаны кием. Мына тоже әдемі сияқты, иә? Иә. Мен осы үш киімді аламын. Мен қазір көрем. Өте әдемі. Өте әдемі. Мынау да. Короче, осылардың барын аламын. Давай, ана жерде не сатады екен. Соны барып көрейік. Давай очки. Давай екеуміз мынандай аламыз, бірдей қылып. Мен аны аламын. Төлей салайық онда. Рахмет. Енді ананы төлейміз мына киімдерді. Болды. Сау болыңыз. Енді үйге қайтайық. Мынаны аламын. Салайын менде. Мынаны салайын. Міне болдым. Осылай бірінші час икстері бітті. Екінші час